Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 111 сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал егер арнама жазылған болсаңыздар, онда сабағымызды бастайық. Бүгін 35-ші жаттығуға назар аударайық. Қане, мәтінді оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге бір қазандай қара тасты қойыпты да тасқа: "Ей, жолаушы, болсаң, осы таза бұлақтай бол" деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан көлдері қанғансыз су ішеді, тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бірінші жолаушы тұрып былай дейді: "Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, ал шердерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мынандай ғибрат алуға болады. Сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалғауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің дегені деп білемін" дейді. Жолаушылар қай жерде кездесті? Бұлақ қандай екен? Бұлақ басындағы таста не деп жазылыпты? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр. Ақыл сөздің мағынасына топта талқыла. Мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр. Бұлардың бір-бірінен ерекшелігі неде деп ойлайсың. Бірінші, бұлақтың басында, бұлар үшеуі бұлақтың басында жолыққан болатын, иә? Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы таза, мөлдір. Бұлақтың басында қандай таста не деп жазылған? "Ей, жолаушы, болсаң, бұлақтай бол" деп жазылған. Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Яғни, бұлақ дегеніміз ол үнемі ағып тұрады, және де оның жолы басқа да бұлақтар қосылып үлкен өзенге айналады. Бұлақ сияқты жалқауланбай, ерінбей, үнемі ізденісте бол деп айтылып тұр. Екінші және үшінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінгенін болжап көр дейді. Екінші, үшінші жолаушы бұл бұлақ секілді көңілің таза, мөлдір болсын деп те түсінуі мүмкін. Ал келесі бізде айтады, қарамен жазылған сан есімдерді салыстыр дейді. Бұлардың бір-бірінен ерекшелігі, өзгешелігі неде деп ойлайсың? Бұл жерде 3 және бірінші деген 2 сан есім берілген. 3 деген сан есім ол есептік сан есім, бірінші дегеніміз реттік сан есім болып тұр. Мына жердегі ережеге назар аудара кетейік оқушылар. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сан есімдерді есептік сан есім деп атайды. 5, 6, 7. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атайды. 5, 6, 7 деген мысалы, реттік сан есім есептік сан есімге ыншы жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. 36-шы жаттығу, мәтінді көркем жаз. Есіл өзенінің тереңдігі 2 метр. Кей жерлерде 18 метрге жетеді. Көктемде су деңгейі 10-11 метрге дейін көтеріледі. Сан есімдері тап, олардың есептік немесе реттік екенін ажырат. Сан есімдері 2, 18, 10, 11. Бұлардың барлығы да есептік сан есім болады. 37-ші жаттығу, реттік сан есімдері сөз құрамына талда. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 30 дейді. Реттік сан есімдерге жалғанған қосымшаның 2 түрлі ыншы болу себебін түсіндір. Бірінші деген реттік сан есімде түбірі 1, ыншы жалғау. Екінші түбірі 2, ыншы жалғау. 5 дегенде 5 түбірі ыншы жалғау болады. 6 дегенде 6 түбірі ыншы жалғау. 7 дегенде түбірі 7, ыншы деген жалғау болады. 9 дегенде 9 түбірі ыншы жалғау болады. 30 дегенде түбірі 30, ыншы дегеніміз жалғау болады. Бұл жерде 2 түрлі жалғау берілген, ыншы және де ыншы деген жалғаулар берілген. Бұлардың екеуінің 2 түрлі жалғауының себебі өйткені бұлардың буындардың жіңішке болуына байланысты. 1 дегеніміз ол жіңішке буын болғандықтан оған жіңішке жалғау жалғанады. Ал 6 дегеніміз 6 деген ол жуан буындардан құралып тұр ғой, сондықтан оған да жуан жалғау жалғанады екен. Яғни сөздің жуан буынды болуына және де жіңішке буынды болуына байланысты жалғаулар сәйкесінше солай жалғанады, құрметті оқушылар. Шығармашылық үзіліс, 38-ші жаттығу. Далада ойнап жүрген Жанат үйге жүгіріп кірді. Анасының далада жаюлы тұрған кірлерді жинап алуын өтінді. Анасы түсінбей себебін сұрады. Жанат қалай жауап берді деп ойлайсың? Себебі далада қатты дауыл басталды.
Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыз.